Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі өзін-өз тану пәнінің бүгінгі тақырыбы туған өлкенің табиғатын сақтауды үйренеміз. Құндылығы мен қасиеттеріне келіп тоқтайтын болсақ, құндылығы қиянат жасамау, яғни біреуге жамандық жасамау, ал негізгі қасиеттері ешқашан зиян келтірмеу, ешкімді ренжітпеу, үлкен топта, ортада өзіңмен топпен немесе үлкен ортада жұмыс жасап білу және өзіңді сыйлата білу. Негізгі мақсаты оқушыларға туған өлкенің табиғатын сақтауды үйрету арқылы қиянат жасамау құндылығының мәнін ашу. Білімділігі оқушыларға ешкімді ренжітпеуді үйрету, дамытушылығы оқушылар бойындағы үлкен ортада жұмыс істеу қасиеттерін дамыту, тәрбиелік мәні оқушыларды табиғатқа ешқашан зиян келтірмеуге тәрбиелеу. Өзін-өз тану пәнінде өзінің 5 ережесі бар екенін білесіздер. Ол тәртіп, тазалық, талап, тыныштық және татулық. Ендігі біздің сабағымыз Кеңес Оразбекұлының үзілген гүл мәтінін оқып оқимыз. Сабақтың негізгі дәйек сөзі табиғаттың тазалығы, адамзат амандығы. Осыны өздеріңіз бірнеше рет оқып, дәптерлеріңізге жазып қоясыздар. Бұл тақырыпқа негізі қойылатын сұрақтар: табиғатты кім қорғау керек және дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер? Осы 2 сұрақ бойынша жұмыс жасайсыздар. Енді сіздер жер ана әңгімесін оқисыздар. Әңгімеде қандай құндылықтар мен қасиеттер туралы айтылады және бейбіттің жасаған әрекеті туралы өз ойыңды айтып көресің. Және сендер жер анаға қандай қамқорлық жасайсыңдар, үлкендердің айтқан ақылын сендер қандай тәлім аласыңдар, әңгімелеп бересіздер. Осы туралы сіздерге 98 беттен берілген шығармашылық иелерінің өзіңе біреуін таңдап алып, сол табиғатты суреттейсіңдер. Немесе суретші болып суреттейсің, немесе жазушы ретінде әңгімелеп суреттейсің, немесе ақын ретінде өлең шығарып суреттейсің. Мына жерде енді өзі әдемі деген әнді өздеріңіздің отбасыларыңызбен әдемі етіп орындап, ол өздеріңіздің енді шеберліктеріңіз біледі, балалар. Өлең айтуды әрине бәріміз жақсы көреміз. Енді сабақтың соңында өздеріміз білетін аяқ-қолымызды айқастырмай, дүзу отырып, белгілі бір музыканы қойып, жанымызды тыныштандырып, көзімізді жұмып, бір сәт табиғаттың әдемі келбетін көз алдымызға елестетейік. Осымен өзін-өз тану пәнінің сабағы аяқталды, балалар. Сау болыңыздар.